Достар, TikTok'ta хит болған чипсыдан жасалатын салатты біз де жасап көрейін дедік. Бұл шынында да өте дәмді әрі тойымды салат екен. Әсіресе аяқ асты қонақ келіп қалғанда тез жасай салуға болады. Құрамын қалауынша өзгертуіңізге болады. Біз чипсы, қызанақ, жұмыртқа, горох және колбаса қостық. Алдымен чипсыны ашып, майдалап аламыз. Үстіне рет-ретмен барлығын қосып, майонез бен тұз салып, араластырамыз. Дайын болған салатты тәрелкеге саламыз. Және қалған чипсімен әсемдейміз. Бірақ бұл міндетті емес. Міне салатымыз дайын. Достар, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.